Сәлем достар, менің есімім Жансая. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз ECP кілт алып үйренетін боламыз. Ең алдымен Google арқылы egov.kz сайтына кіреміз. egov.kz сайтына кіргеннен кейін төменге қарай түсіп, ECP-ны қашықтықтан алу батырмасын басамыз. Басқаннан кейін келесі бетке өтеміз. ECP-ны қашықтықтан алу бетіне кіргеннен кейін бізге екі түрлі кілт алу ұсынылады. ECP-ны қашықтықтан алу, бұлтты ECP-ны қашықтықтан алу. Біз бұл жерде біріншіні таңдаймыз. Ары қарай онлайн сұрау батырмасын басамыз. Содан кейін загрузка жүреді. Компьютерлеріңізде міндетті түрде Enslayer программасы болуы қажет. Жеке тұлға батырмасын таңдаймыз. ECP кілт кімге керек? Сол адамның ЖСН-ін тереміз. Сұраныс жіберу батырмасын басамыз. Сосын бізде видео дұрыс жасай ма, соны тексереді. Сосын Enslayer программасының бар жоғын тексереді. Жеке куәлік батырмасын таңдаймыз. ECP алуға көшу батырмасын басамыз. Ұялы телефон номерін тереміз. Бұл номер базада болуы керек, міндетті түрде. Базада болмаса, онда egov мобилді жүктеп, номерімізді тіркеу керек. 1414-тен келген кодты енгіземіз. Ары қарай бейне тексеруден өтесіз. Бейне тексеруден өткеннен кейін ұлттық куәландыру орталығының сервисіне кіруге рұқсат беру батырмасын басамыз. Ұлттық куәландыру орталығының беті ашылады. Сізге пайдаланушы келісімімен танысып, растау батырмасын басу қажет. Содан кейін кілт қоймасын таңдау және тапсырыс беру батырмасын басып, ECP кілтті қай жерге сақтау керектігін таңдаймыз. Жаңарту батырмасын басамыз. Содан кейін пароль қоямыз. Есіңізде қалатын әріптен және саннан тұратын пароль қойыңыз. Содан кейін сертификаттарды жүктеу батырмасын басамыз. ECP сәтті орнатылған туралы хабарламасы бар терезе ашылады. Яғни сіздің ECP кілтіңіз дайын. Міне осындай екі кілт сақталады. Сәйкестендіру кілті, қол қоюға арналған кілт. Назарларыңызға рахмет.